Баршаңызға қайырлы күн достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, жұп-жұмсақ кереметтей шоколадный синнабон әзірлейтін боламыз. Міндетті түрде әзірлеп көріңіздер. Видеома лайк басып, тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Алдыңғы уақытта менің түрлі рецептерімді жіберіп алмас үшін. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құйып аламыз. Дрожь саламыз. Қантымызды саламыз. Жұмыртқамызды саламыз және ерітілген сары майымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Алдын ала електен өткізілген ұнымызды салып, үстіне какао саламыз. Менде малазийский какао. Какаоларыңыздың сапасы жақсы болған сайын қамырымыздың түсі қанық, қоп-қоңыр болатын болады. Енді дайын болған массамызды жұп-жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Міне қамырымызды илеп қойдық, енді жұп-жұмсақ болып шықты. Енді осы қамырдың бетін жауып, 1 сағатқа жылы жерге қойып қоятын боламыз. Енді кезекте синнабонымыздың начинкасын дайындайтын боламыз. Қант ұнтағының үстіне, болмаса қант та болады, какао саламыз, я болмаса корица саламыз. Мен какао салдым. Бірақ какаоны көп салмаңыздар. Мен какаоны көп салған себебінен арасындағы кремі қаралау болып шықты. Корица болса, корица салыңыздар. Дайын болған қамырымызды, ұнымызды сеуіп, дәл видеодағыдай көрсеткендей етіп жайып шығатын боламыз. Міне қамырымызды жайып шықтық. Енді ертілген сары майымызды барлық жеріне тигізіп, щетканың көмегімен жайып шығатын боламыз. Қамырымыздың бетіне майымызды жақ болған соң 5 минут күте тұрамыз. Май қату керек. Міне 5 минутымыз өтті. Енді алдын ала дайындалып қойған какаомыз бен қантымызды видеодағыдай сеуіп шығатын боламыз. Енді қамырымызды рулет тәріздес етіп орап шығамыз. Енді қамырымызды осы видеодағыдай турап шығатын боламыз. Бірақ пышақтарыңыз міндетті түрде өткір болсын. Егер болмаса, жіптің көмегімен кесіп шықсаңыздар болады. Формамызға пергамент қағазын төсеп, синнабон булочкаларын бетін жауып қоямыз 30 минутқа. Алдын ала қызып тұрған духовкамызда 180 градусқа қойып, 20-25 минут пісіріп алатын боламыз. Міне біздің булочкаларымыз дайын болды. Өте жұмсақ болып шығады. Енді осы дайын болған синнабондарымызды толықтай суытып, кез келген шоколадты ертеміз. Менде Қазақстан шоколады. Ертіп бетіне жағып шығатын боламыз.
видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, қазақша контентті каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде подписация бөлімін басып тіркеліп қойыңыздар. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Бауырсақ фуд ас болсын.